Ертеде бір қария немересіне өзі түйген өмір шындығын ашыпты. Әр адамның ішінде жемтікке таласқан екі көкжал қасқыр сияқты талас жүріп жатады. Бірі жамандық, қызғаныш, көре алмаушылық, өзімшілдік, қара ниет, өтірікті білдіреді. Ал екіншісі болса жақсылық, махаббат пен мейірімділік, сенім мен үміт, шындық пен ақиқат, ақ ниетті білдіреді. Атасының айтқанын ұйып тыңдап отырған немересі ойланып қалады да, ата, соңында қайсысы жеңіп шығады деп сұрайды. Атасы мырс етіп күледі де, қайсысына көбірек көңіл бөліп асырасаң, сол жеңеді әрине, деп жауап берген екен. Құрметті оқырман, жазар болсам, құнсыз арзан дүниелер өте көп. Бірақ олардың бізге қажеті қанша, онсыз да арзан мән мағынасыз дүниелердің көптігінен көз аша алмайсың. Әлгінде айтылған әңгімедегі екінші қасқырды қоректендіретін құнды дүниелер салуға тырысудамын. Білгенге маржан, білмеске арзан сөздерімді түсініп оқып тыңдап, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпасаңыздар, маған айтқан алғыстарыңыз деп білем.